Әлеуметтік желіде дін атын жамылып сөйлейтін керауыз арандатушылар көбейіп тұр. Егіне 5 тал сақал қойғандар тиктоктағы тікелей эфирде ұлттық құндылықтарды аяқ асты етуде. Бірі ұлттық аспапты қорласа, енді бірі наурыз діни мереке емес, сондықтан оны тойлау харам деп үкім шығарып жүр. Адасқан догмаға құрылған мұндай арандату әрекеттері әлеуметтің орынды ашу-ызасын тудырды. Нәтижесінде қылмыстық кодекстің 174 бабы бойынша іс қозғалып, жұртқа көсемсіп, көпіргендер қамауға алынды. Алайда ескеретін жайт, бұлардың діни білімі жоқ. Ұстанатын сенімі қазақтың дәстүрлі діни жолына, Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының бағытына мүлде сәйкес келмейді. Сондай-ақ тіркелген діни бірлестіктердің ресми қызметкерлері де емес. Демек, діни қызмет және діни бірлестіктер туралы заң талаптарына сай дін атынан сөйлеуге, пәтуа беруге ешқандай құқықтар жоқ. Жалпы, ұлтқа қарсы әрекет ететіндер негізінен деструктивті діни ағым өкілдері. Олар жақсылыққа шақырмайды. Керісінше, қоғамға әріткі салып, бүлік тудыруды көздейді. Бірлікті бағаламай, ұйыған тыныштықты бұзып, алауыздық отын қоздырады. Естеріңізге саламыз. Әлеуметтік желіде діни алауыздық тудырғандарға 7 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылған. Сондай-ақ, ресми дін қызметкері болмаса да, діни уағыз айту қомақты айыппұл төлеуге апарып соқтырады.